Елестетіп көріңізші, Азияның бір түкпірінде ертеңгі күніміздің кепілі жоқ жерде өмір сүрсеңіз. Соғыстан емес, жай ғана бүгін жейтін асыңыздың жоқтығынан. Мұнда ауыз су ерекше артықшылық, электр жарығы қол жетпес байлық, ал бір жұп шәркей жанжалдың себебі. Осындай өмір де бар. Әлем Токио, Дубай, Сеул, Сингапур секілді жарқыраған қалалармен Азияны дәріптесе, шындығында басқа бір Азия бар, ұмыт қалған, көрінбейтін, қайыршы күйдегі. Бүгін жер шежіресі сізді кедейшілік жай ғана статистика емес, күнделікті көрініске айналған 10 елмен таныстырады. Бұл үмітсіздік айналымдағы жалғыз валюта болған өмірлер. Балалар балшық еденге көмірмен әріп жазады. Бүтін бір отбасылар уақытша салынған лашықтарда күнелтеді. Ал оқшау қалған қауымдар картадан да, уәделерден де, өмірдің барлық игілігінен де тыс жатыр. 10-шы орын. Камбоджа. Тізімді өткеннің ауыр зардабын әлі арқалап келе жатқан Камбоджадан бастаймыз. Бір кездері бұл ел 20-шы ғасырдың ең қатыгез қырғынын бастан өткерді. Қызыл кімерлер билігі небәрі 4 жылдың ішінде 2 миллионға жуық адамды қырды. Зиялылар, мұғалімдер мен діндарлар жүйеге жау саналды. Ел ашық аспан астындағы қырғын алаңына айналды. Жылдар өтсе де Камбоджа сол жараларын емдеумен әлек. Қайта қалпына келтіру орындарында әлі күнге дейін қираған ғимараттар, қиранды үйлер тұр. Өткен қатыгез еді. Қазіргі күнде әділетсіз. Экономикалық көрсеткіштер аз да болса оңалғанымен, кедейліктің дауысы қала көшелерінде де, ұмыт қалған ауылдарда да өшпей тұр. Дүниежүзілік банк дерегінше, камбоджалықтардың әрбір 5-шісі кедейшілік шегінен төмен өмір сүреді. Астанада, Пномпенде лашықтар мен сәнді қонақ үйлер, жарыққа толы базарлар қатар тұр. Көзге заманауи болып көрінгенімен, бұл тек сыртқы көрініс. Сәл ғана алыстасаңыз, шіріген тақтайдан, тозған брезент пен мырыштан құралған тұтас аудандар алдыңыздан шығады. Мұнда су құбыры жоқ. Электр жарығы жиі сөніп қалады. Ал ашық кәріз сасыған иіс шығарады. Елдің ішкі өмірлерінде жағдай тіпті мүшкіл. Кей балалар мектеп болса ғана, оған жету үшін бірнеше шақырым жаяу жүреді. Медициналық орталықтар саусақпен санарлық. Ондағы дәрі-дәрмек, дәрігер, жарық, бәрі жетіспейді. Жаңбырлы маусымда көшелер батпаққа айналады. Көпірлер қирайды. Ал кез келген нәрсеге қол жеткізу тек сәттілік пен қолда бар мүмкіндіктің ісі. 9-шы орын. Пәкістан. Камбоджа жарасын емдеп қайта тұрғызуға тырысса, Пәкістан өз ауыртпалығынан тұншығып бара жатқандай. 240 миллионнан астам халқы бар бұл мемлекет кедейшілік, кеңсіздік, қаладағы шектен тыс халық тығыздығы мен экологиялық апаттың қауіпті қоспасымен бетпе-бет тұр. Дүниежүзілік банк дерегі бойынша халықтың 40%-дан астамы күніне небәрі $3.65 аз қаражатпен күнелтеді. Бұл жалақысыз қалып, гуманитарлық көмекке немесе жерден табылған азын аулақ өнімге қарап отырған миллиондаған тағдыр. Карачи, елдің ең ірі қаласында Orange Town деп аталатын аймақ бар. Қағаз жүзінде бұл аудан, ал шын мәнінде әлемдегі ең ірі фавелалардың бірі. 57 шаршы шақырымдық аумақта өз қолымен тұрғызылған үйлер, асфальт көрмеген көшелер мен тұрғындардың өздері қазып жасаған кәріз желілері. Кей жерлерге су мүлде жетпейді, ал электр қуаты қатаң мөлшермен беріледі. Бұл ұмыт қалған аумақта 2 миллионнан астам адам өмір сүреді. Ауылдық аймақтардағы жағдай тіпті нашар.
Мұндағы кедейлік деңгейі қаладағыдан 2 есе жоғары. Ашаршылық тұрақты құбылысқа айналған. Пәкістандық балалардың жартысы ауыр дәрежедегі тамақ жетіспеушілігінен зардап шегеді. Соңғы жылдары елде болған алапат су тасқындары бүтін дақыл алқаптарын жойып жіберді. 8-ші орын Мьянма. Мьянма қайтадан қатты кедейліктің тұңғиығына батты. Бірнеше жыл бойы ел саяси ашықтық пен шетелдік инвестициялардың арқасында аздап дамып келе жатқан. Алайда 2021 жылы әскери төңкеріс азаматтық үкіметті құлатып, билікті түгелдей генералдардың қолына қайтарды. Содан бері экономика күйреп, халық бұрынғыдан да терең дағдарысқа түсті. Дүниежүзілік банктың дерегінше бүгінде халықтың шамамен 32% кедейшілік шегінен төмен өмір сүреді. Ал тағы 1/3 одан бір ғана қадам жоғары, ешқандай қаржылық қауіпсіздіксіз. Инфляцияның шарықтауы, жаппай жұмыссыздық және ірі компаниялардың елден кетуі салдарынан отбасылар балалар еңбегіне, мәжбүрлі көші-қонға және жасырын сауда желілеріне жүгінуге мәжбүр. Қақтығыс аймақтарында жағдай одан да мүшкіл. Мысалы, Ракхайн штатында Рохинджа атты мұсылман азшылығы тұрады. Олар буддистер басым елде тарихи тұрғыдан қудаланып келген. Көпшілігінің құжаттары азаматтығы, ресми жұмысқа тұру немесе мемлекеттік қызметтерді пайдалану мүмкіндігі жоқ. Жылдар бойы олар өз елінің ішінде босқындар лагерлерінде бөтен адамдардай өмір сүруге мәжбүр. Елдің ішкі қалаларында кедейлік қаңыраған бос аудандармен астасып жатыр. Янгон мен Мандалайда қоқыс пен бағаналар үстіне тұрғызылған лашықтар жабылып қалған сауда орталықтармен, ескі ғимараттармен қатар орналасқан, бұл өткен, бірақ жалғасын таппаған прогрестің символдары. Электр жарығы анда-санда ғана беріледі. Ауруханалар ең аз құралмен жұмыс істейді. Мектептер бос. Мұғалімдер сабақ беруді тастап кеткен. Мьянмадағы кедейлік тек жоқшылықтан ғана емес, сонымен бірге қысымнан, тұрақсыздықтан және қорқыныштан туындайды. Егер тұрақсыз елде өмір сүрудің өзі қиын болса, географияда қолайсыз болғанда жағдай тіптен ауыр. Біздің келесі тізім 7-ші орын Непал. Гималай баурайында қарлы шыңдар мен туристік жолдардың арасында әсемдігімен қатар тұрмысы мүшкіл бір мемлекет бар. Непал әлемге Эверест шыңымен танымал. Бірақ халқының басым бөлігі тау бағындырмайды. Олар тек күнелтуге тырысады. Халықтың көп бөлігі әлі күнге дейін өзін-өзі қамтамасыз ететін ауыл шаруашылығына тәуелді. Олар жерден не өндір алса, соны егіп орып тұтынады. Машиналары жоқ, агротехникалық қолдау жоқ. Тіпті кейде суғару үшін су бола ма, жоқ па, оны да білмейді. Соңғы жылдары жылдам жүріп жатқан урбанизация кедейшіліктің жаңа түрін әкелді. Қалалар шамадан тыс, тез әрі жоспарсыз өсті. Катманду мен Пахарада тозығы жеткен аудандар төбелерге, өзен жағаларына және бос жатқан жерлерге жайылып кеткен. 1999 және 2009 жылдар аралығында бейресми қоныстарда тұратын адамдар саны 2 еседен астам артты. Бұл қауымдар балшық, мырыш және ағаштан салынған үйлерден тұрады. Канализациясы да, қоқыс жинау қызметі де жоқ. Көшелері де өте аз. Көп аудандарда ең жақын мектеп алыста орналасқан. Ал барған күннің өзінде мұғалім, оқулық және тасымал жетіспейді. Ауылдық жерлерде жағдай тіпті оқшау. Бүтін ауылдар тек топырақ жолдармен ғана байланысқан. Электр жарығы жоқ, ауыз су жоқ. Жалпы алғанда ештеңе жоқ.
Соңғы 20 жылда Непал кейбір кедейлік көрсеткіштерін азайтқанымен бұл жетістік шалғай аймақтарға жетпеді. Тау бөктеріндегі алыс елді мекендерде отбасылардың жартысына жуығы әлі де адамшылық деңгейінен төмен жағдайда өмір сүреді. Жыл сайын туризмнен миллиондаған қаржы түссе де, бұл ақша ең қажет жерлерге сирек жетеді. 6-шы орын – Шығыс Тимор. Шығыс Тимор әлемдегі ең жас мемлекеттердің бірі. 2002 жылы ғасырлар бойғы Португал отарлығы мен Индонезия басқыншылығынан және қарулы қақтығыстардан кейін тәуелсіздігін жариялады. Азаттық келгенде үміт те келді. Мұнай гүлденудің үлкен уәдесі сияқты көрінді, бірақ ол игілікке айналған жоқ. Нәтижесінде тропикалық пейзаждары бар, төзімді халқы бар, бірақ құрылымдық кедейлікке батқан ел қалды. Дүниежүзілік банктың мәліметінше жақында ғана халықтың шамамен 40% ұлттық кедейшілік шегінен төмен өмір сүрген. Көпшілігі тұрақты медицина, білім немесе қарапайым санитарияға қол жеткізе алмайтын, тек күнкөріс ауыл шаруашылығына тәуелді адамдар. Астана Дили тез әрі ретсіз өсті. Төбелерге үймелеп салынған лашықтардан тұратын тұтас аудандар бар. Қоқыс үйінділері күн астында жатып қалады. Су әр үйде импровизацияланған бөшкелерде сақталады. Ағынды сулар ашық жыралармен ағады. Көп отбасы қараңғылықта өмір сүреді. Буквалды түрде Шығыс Тиморда электр тарифтері әлемдегі ең қымбаттардың бірі. Күн батқанда мыңдаған үй жарықсыз қалады. Елдің ішкі бөліктерінде жағдай тіпті ауыр. Жолдар ой-шұқыр. Көптеген ауылдарда толыққанды медициналық орталықта, мектепте жоқ. Балалардың көбі батпақ кешіп мектепке барады. Халықтың басым бөлігі әлі күнге дейін қалың түтін ішінде ағаш пештерде тамақ пісіреді. Бұл көріністі артқа тастап енді біз таулы, оқшау және ұмыт қалған кедейлігі өзгеше қарқында болғанымен салмағы бірдей елге барамыз. 5-ші орын – Тәжікстан. Орталық Азияның жүрегінде таулармен қоршалған, әлем назарынан тыс жатқан Тәжікстан кедейліктен шығуға тырысып жатыр. Бірақ жолы әлі ұзақ. Ел бұрынғы Кеңес одағының құрамында болған. Кеңес одағы ыдырағанда инфрақұрылым да бірге күйреді. Кейінгі жылдары Тәжікстан экономикалық дағдарыстарға тап болып, көрші елдерге, әсіресе Ресейге еңбекке кеткен жұмысшылар жіберген ақшаға толықтай тәуелді болып қалды. Бұл қаржылық аударымдар елге айтарлықтай көмек көрсетті. Кедейлік деңгейі 2009 жылы 30%-дан асса, 2024 жылы халықаралық стандарттар бойынша шамамен 9%-ға дейін төмендеді. Бұл үміт ұялататындай көрінгенімен шынайы өмір мүлде басқа картинаны көрсетеді. Отбасылардың шамамен 10%-ы әлі де өмір сүрудің шегінде тұр. Көпшілігі күнін әрең көріп, кедейлікке ұрынбас үшін туыстарының көмегіне толықтай тәуелді. Астана Душанбе кең даңғылдарымен және жаңа ғимараттарымен мақтана алады. Алайда қаладан сәл ұзағаннан кейін мүлде басқа өмір бейнесі ашылады. Горно-Бадахшан аймағында жолдар тастақты соқпақтарға айналады. Электр жарығы күніне бірнеше сағат қана беріледі. Жазда кесте бойынша, ал қыста тіпті жоқтың қасы. 4-ші орын – Сирия. Бүгінгі күні Сирия туралы айту, қирау мен күйреу жайлы айту деген сөз. Бір кездері сауда, мәдениет және көне өркениеттердің орталығы болған бұл ел, қазір қаңыраған үйінділердің, үмітсіздік пен қаңғыбастықтың синониміне айналды. 2011 жылы басталған азаматтық соғыс тұтас қалаларды жойып, мемлекеттік қызмет көрсету жүйесін күйретті және миллиондаған адамды болашақсыз қалдырды. Қақтығысқа дейінде шектен шыққан кедейлік мәселе болған. Алайда бүгінде
ол халықтың басым бөлігі үшін ащы шындыққа айналды. Дүниежүзілік банктың дерегінше, соғыс басталғалы баспана, жұмыс, медицина, білім беру, су және санитарияға қол жетімділік күрт төмендеген. Оғамдағы қалыпты өмірдің негізін құраған барлық жүйелер күйреді. Алеппо, Хомс, Дейр-эз-Зор, көп ғасырлық тарихы бар көне қалалар кратерлерге айналды. Бүтін аудандар жермен жексен болды. Асфальт қайтадан топыраққа айналды. Тарихи ғимараттар ешқашан болмағандай қирап түсті. Ел азық-түлік қауіпсіздігі деңгейі бойынша әлемдегі ең қауіпті 10 мемлекеттің қатарына кіреді. Үшінші орын Палестина, Батыс жағалау мен Газа секторы. Сириядан кейінгі бағытымыз Палестина. Бұл қазіргі замандағы кедейлік пен қираудың ең ауыр мысалдарының бірі. Палестина географиясы қақ бөлінген, шындығында екіге жарылған аймақ. Қағаз жүзінде ол ортатап өмір сүретін ел сияқты көрінуі мүмкін. Ал іс жүзінде соғыс, блокада, қирату және кедейліктің шексіз айналымында қалған өмір. Дүниежүзілік банктың дерегінше, палестиналықтардың 1/3-нен астамы кедейшілік шегінен төмен өмір сүреді. Бірақ бұл санның артында екі бөлек шындық жатыр. Батыс жағалауда жағдайдың өзі ауыр. Мұнда кедейшілік, жұмыссыздық және әсіресе жастар арасында болашаққа деген үміттің жоқтығы сезіледі. Наблус пен Хеврон сияқты қалаларда қозғалысқа шектеулер, әскери бақылау және мүмкіндіктің тапшылығы күнделікті өмірдің бір бөлігіне айналған. Бұл аймақта халықтың шамамен 12% кедейшілікте өмір сүреді. Екінші орын Ауғанстан. Тізімнің екінші сатысында ондаған жылдар бойы соғыстан күйреген мемлекеттің айқын символына айналған Ауғанстан. Кедейлік деңгейі ұзақ уақыт бойы халықаралық көмектің есебінен ұсталып келді. Алайда 2021 жылы шетел әскерлері шығарылғаннан кейін барлығы тоқтады. Инвестициялар мен қаржы ағыны тоқтап, экономика тұралады. Инфляция күрт өсіп, жұмыссыздық қауіпті деңгейге жетті. Бүгінде ЮНИСЕФ дерегінше халықтың жартысы, шамамен 23 миллион адам шұғыл гуманитарлық көмекке мұқтаж. Бұл уақытша дағдарыс емес, өмірдің барлық саласын қамтыған толық күйреу. Бір афғандықтың орташа табысы күніне шамамен 1,39 ақш долларын құрайды. Бұл әлемдегі ең төмен көрсеткіштердің бірі. Әрі бұл кек қалалық жерлерге қатысты. Ауылдық аймақтарда немесе талиптер бақылауындағы өмірлерде ақша айналымы мүлде жоққа тән. Мұндағы кедейлік жай ғана статистика емес, күнделікті өмірдің ажырамас бөлігі. Әйелдердің экономикаға қатысуына тыйым салу елге тікелей соққы берді. Қыздар мектепке бармайды, әйелдерге жұмыс істеуге рұқсат жоқ. Халықтың жартысын еңбек ету және табыс табу мүмкіндігінен айыра отырып, мемлекет миллиондаған отбасын күнкөріс үшін күреске мәжбүр етті. Бірінші орын Йемен. Азиядағы ең кедей елдердің тізімінде ең қайғылы орында Йемен тұр. Бұл мемлекет тек кедейлікпен ғана емес, толыққанды гуманитарлық апатпен бетпе-бет келіп отыр. Араб түбегінің оңтүстік батысында орналасқан Йеменде азаматтық соғыс басталғанына шамамен 10 жыл болды. Бұл қақтығыс ел экономикасын толықтай күйретіп, мемлекеттік қызметтерді жойды және халықтың басым бөлігін қайыршылыққа душар етті. Бүгінде 17 миллионнан астам йемендіктер аштықтан зардап шегуде. Шамамен 18 миллион адам таза ауыз суға да, қауіпсіз санитарлық жағдайға да қол жеткізе алмай отыр. Бұл ел халқының дерлік толық бөлігі. Бір кездері өмірге толы болған Сана мен Таиз қалалары қазір қаңыраған қираған орынға айналған. Тастан және балшықтан тұрғызылған лашықтар бұрынғы көшелердің орнын басқан. Көптеген аудандарда әйелдер лай су шығарып алу үшін терең құдықтардың маңына жиналады. Басқа жерлерде балалар тек гуманитарлық ұйымдардан келетін көмектің арқасында ғана тірі қалып отыр. Жергілікті валютаның құны соншалықты құлдыраған,
тамақ пісірудің өзі логистикалық күрделі мәселеге айналған. Бүтін бір отбасылар тамақты дымқыл ағашпен, ескі қағазбен немесе заңсыз әкелінген мұнаймен пісіруге тырысады. Аста дәрі-дәрмекте жетіспейді, ал бұрын ауыздықталған аурулар қайтадан күш алып, жайылып барады. Іштің қатты бүріп ауруы, безгек, жұқпалы диарея бәрі де күйреп тұр. Дүниежүзілік банктың деректеріне сүйенсек, халықтың кемінде 80% аштықтан аман қалу үшін тікелей гуманитарлық көмекке тәуелді. Йемен бұл тізімнің соңында ғана тұрған жоқ. Ол кедейлік, соғыс, қараусыз қалу және үміттің мүлде болмауымен осылғанда қаншалықты асқына алатынаның айқын көрінісі. Сонымен, Азияның ең кедей 10 еліне жасаған сапарымыз осымен аяқталды. Мұнда кедейлік жай ғана статистика емес, күнделікті өмірдің ажырамас бейнесі. Ал енді пікірде, осы тізімнен сізді ең қатты таңғалдырғаны не екенін жазыңыз. Теңсіздік пе, қараусыз қалу ма, әлде кейбір елдердің әлем назарынан тыс қалуы ма? Шығу жолы бар деп ойлайсыз ба? Әлде бұл шындықтарды әлем әлі де басты мәселе ретінде қабылдауға алыс па? Каналға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сонда келесі жер шежіресі сапарын жіберіп алмайсыз. Көргендеріңізге көп рахмет, келесі кездескенше.